667 есепте бөлігі бойынша шамаларды табыңдар делінген. Бізде бұл бөлігі бойынша санды табыңдар, шамаларды табыңдар делсе, бізде бөлу болады. Бөлуді біз көбейтуге айналдыруымыз керекпіз. 16 көбейтілген 4 астына 4 пен 7 бізде бөлшек болғаннан кейін, бөлуден тұраннан кейінгі сан ауысып түседі. Бізде 28 деген сан шығады. (678)ден жолаушылар машинамен 53 км сағат жылдамдықпен 4 сағат жүрді. Барлық жолдың 4-тен 5 тас жол, қалғаны жай жол. Жай жолдың ұзындығын табыңдар делінген. Біз бұл жерде В дегеніміз, бұл жерде бізде жылдамдық 4-тен 3 километр сағат. Ал тымыз бізде уақытымыз 4 сағатқа тең. С бізде барлық ұзын жолда айтылады. Бұл бізде берілмеген, белгісіз. Бізде тас жол 5-тен 4-не тең. Ал жай жол белгісіз. Бізге S пен жай жолды табуымыз керек. Біз бірінші S-ті тауып аламыз. S-тің формуласы V көбейтілген T. Тең болады 53 көбейтілген 53,4-тен 3 көбейтілген 4 тең 4,215 көбейтілген 4, 4 пен 4 қысқартылып 215 километр. Бұл бізде S 215 болып тұр. Ал енді біз жай жолды табуымыз керек. Ол үшін бізде санның бөлігін тауып алу керек. Өйткені ол 215-тің 5-тен 4-не бұл тас жолды тауып барып, жай жолды табамыз. Сол үшін 215 көбейтілген 5-тен 4, екеуі қысқартылады. 43 тең 172. Бұл бізде тас жол. Енді бізде жай жол табу үшін 215-тен 172-ні алып тастай саламыз. Тең болады бізде 43. Бұл бізде нұсқа ретінде берілген екен. 679-да сынып оқушылары 5-тен 3-і түрлі үйірмелерге қатысады. Оның 3-тен 2-сі спорттық үйірмелерге қатысады. Сыныпта спорттық үйірмелерге қатысатын оқушылар саны 12. Сыныпта неше оқушы бар делінген. Бізде ол үшін түрлі спорттықтарға қатысатын 5-тен 3 спорттықтарға бізде 3-тен 2-сінде 12-ге тең. Ол кезде 5 пен 3-ті 3 пен 2-ні көбейтіледі.
3 пен 3 қысқартылып кетіп 5-тен 2. Екіншісінде 12 бөлінген 5-тен 2. 12 көйтілген 2-ден 5 қысқарып 6 тең 30. Бізде 30 деген жауап шығады. Сонда жалпы сыныптағы жалпы оқушының саны бізде 30. 681 кезекте Сәкен сатып алатын кітабы үшін кассирге 5 теңге ақша берді. Кассир оған осы ақшаның 25-тен 3-ін қайтарды. Сәкен сатып алған кітаптың бағасы неше теңге дейді. Бізде берді, Сәкен берді 500 теңге. Оған қайтарды 3-тен 25. Бұл жерде бізде оған қайтарған ақшаны тауып алуымыз керек. Бұл айтқанда бізде x болып тұр. 500 оған десе бізде көбейтіледі. Тең 60. Сонда Сәкенге 60 теңге қайтарған болып тұр. Біз енді кітаптың ақшасын табуымыз керек. Сонда бізде 500-ден 60-ты алып тастаймыз. 440 деген 440 теңге. 82-ші есепте бізде біріншісінде шыны құмыраның 8-ден 5 бөлігі құм, қалғанының 3-тен 1 бөлігі әк. Шыны құмыраның қандай бөлігі әк теңге. Бізде біріншісінде бірден онда 8-ден 5-ті алып тастаймыз. Бұл бізде құмда. Сол біз бірінші құмды тауып алуымыз керек. Бізде біріміз 8-ден 8 болады, өйткені оның алдындағы сан астындағысы 8, сондықтан да 5-тен 8. Сонда бізде 8-ден 3 деген сан шығады. Сосын біз оны 3-тен 1, қалғаны 3-тен 1 бөлігі әк. Сол үшін әкті табуымыз үшін біз оған көбейтеміз. Көбейтілген кезде 3 пен 3 қысқартылып 8-ден 1 деген сан шығады. Бұл әк. Екіншісінде сынып оқушыларының 3-тен 1-і жеңіл атлетикаға қатысады. Қалғанның 5-тен 3-і еркін күреске қатысады. Сынып оқушыларының қандай бөлігі еркін күреске қатысады? Сынып оқушыларының қандай бөлігі жеңіл атлетикамен еркін күреске қатысады дейді. Онда бізде біріншісінде бірден азайтамыз 3-тен 1-ді. Бізде біріміз алдындағы санның астындағысы 3 болса, онда 3-тен 3 азайтылған 1-ден 3 деген сан. Сонда 3-тен 2 деген сан шығады. Және де 3-тен 2-ні 5-тен 3-ке көбейтеміз. Қысқартылып 2-ден 5 деген сан шығады. Және де біз оны атлетика мен еркін күресте қатысатындарын табу үшін екеуінің бізде ол кезде қосамыз. Осы 3-тен 1 мен 5-тен 2-ні қосамыз. Бұл екеуінің ортақ еселік береміз, өйткені астындағылар екі түрлі. Яқтан 5-тен беріледі, яқтан 3-тен беріледі, 15-тен беріледі. Сонда 5, 15 қосылған 6-тан 15 тең 11-де 15. Бізде сонда 15-тен 11 деген сан шығады.